17 желтоқсан тәуелсіздік күніне арналған МОДТ 0119-2 тобының топ жетекшісімен бірге дайындалған видеослайдын назарларыңызға ұсынамыз. Сонау 1986 жылы қаншама қазақ жастары күресіп, 1991 жылы 16 желтоқсан күні елімізге тәуелсіздік, азаттық берілді. Бізге тәуелсіздік оңай келген жоқ, себебі қаншама қазақтың жастары қыршыннан кетіп, қаншама азапты астан кешірді. Сол себептен осы еліміздің тәуелсіздігін әрі қарай дамытып, елімізді көркейтуге, одан әрі дамытуға атсалысайық. Міне тәуелсіздікке де табаны күректей 29 жыл толыпты. Сол үшін өз елімізді мақтан тұтып, әрі қарай дамытып, басқа елдерге өзіміздің қандай ел екенімізді көрсете білейік. Біздің ата-бабаларымызға, соның ішіндегі айрықша айта кететіндей өте намысты еріміз Қайрат Рысқұлов, Ербол Спатаев және де батыл қыздарымыз, соның ішіндегі Сабира Мұхамеджан қызы және де Ләззат Асанова сынды өз ата-бабаларымызға алғысымызды шексіз білдіреміз. Рахмет саған, тәуелсіздік. Кентау гуманитарлық техникалық колледжінің мектепке дейінгі ұйым тәрбиесінің 2-ші курс студенті Қанибек Айзада Өскенбайқызы. Тәуелсіздік. Тәуелсіздік халқымыздың мақтанышы, тәуелсіздік еліміздің жаттандысы, тәуелсіздік ұлтымыздың азаттығы, тәуелсіздік жеріміздің ғажаптығы. Қиындықпен келген бізге тәуелсіздік, олайықша еркіндікті біз мәңгілік, тәуелсіз өмір сүре білейік, бостандықты мәңгі сақтап жүрейік. Кентау қаласы Кентау гуманитарлық техникалық колледжінің 2-ші курс студенті Рахметова Жанария. Желтоқсан. 5 күндік жалған бесігінде бұлқынып, байтақ өмір белесіне ұмтылып. Кеше ғана желтоқсанның желесіп, тарихына таңбаланған қыршын жұрт. Азапталып арландары қазақтың жарқырады төбемізде азат күн. Желтоқсан ұмытылмас мәңгіге ізі қалған Қайрат Ербол Ләззат.